Яғни сол жол, сол жаңағы қалауны өзін ұстамайды екен. Қасиетті Құранда оның жолын жалпы уанахан нафса анил хауа дейді деп келеді. Өзін хауасын, өзін қалауын дейді, тыйған дейді адам. Фаиннал джанната хияль мауа. Оның жазасы дейді жәннат болады екен. Оның мекені қандай жер болады? Жәннат болады екен. Мінекей. Яғни сол қалауына, нәпсіге жол бере бермеу керек. Өкінішке орай біздің мынау осы біздің жалпы жерімізге қазір неше түрлі нелер ақпараттар кіріп жатыр. Ол батыстан келген нәрседі. Сен не қаласан, не істесен, соны сен істе. Сен қалауын, сен адамсың. Өмір жалғыз дейді. Иә, өмір жалғыз деп неше сондай нелер кіргізіп алған осы ақпарат, өкінішке орай. Сол үшін жаңағы сол зина осылайынан не істеп кетеді, таралып кетіп жатыр. Енді зина жалпы бұл барудың адамның жасаған себеп, бұл жаңағы әйелдің жаңағы күнәсі бар. Ол өз-өзінде жаңағыдай әдемі жерлерін жасырмауы деп келеді.